Балаларымызды әлемдегі түрлі қауіп-қатерден қорғауға тырысамыз. Десе де, кейде біз денсаулыққа басты қауіптің байқаусызда жұқтыратын инфекциялар екенін жадымыздан шығарып аламыз. Сол себепті жұқтыру қаупін азайтып, басқа біреуге тасымалдамас үшін ересектерге қайта вакциналау ұсынылады. Яғни қажетті екпелерді қайталап салдырған дұрыс. Солардың бірі АДСМ. Бұл ағзаны сіреспе мен дифтериядан барынша қорғауға көмектесетін АБКДС-тің жалғасы. Бірақ оның құрамында көкжөтелге қарсы компонент жоқ. Оны жасөспірімдерге 16 жаста, одан кейін әр 10 жыл сайын салдырады. АДСМ екпесінің жалғыз қарсы көрсетілімі вакцинаны осыған дейін салдырғанда байқалған аллергиялық әсері ғана. АДСМ-нің жанама әсері жоқ десе болады. Әйтсе де, кейде байқалуы да мүмкін. Аталған әсерлер денсау адамға еш қауіп тудырмайды. Сол себепті ағзаңыз жеткілікті дәрежеде қорғалды ма, әлде екпені қайтадан не жаңадан алу керек пе деген сауалды өзіңізге қойып көріңіз.